Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер, құрметті қазақ елі. Мен Түркістан қаласының тұрғыны болғандықтан, таңертең үйден шыққаннан кешке үйге кіргенге дейін адам баласына кедергі болып тұрған заттарды көретін болсам, жол бойында соны алып тастауға әбден тырысамын. Бұл менің азаматтық борышым деп санаймын. Бүгін 18 қазан 2023 жыл. Мына бір видеоны көріп отырсыздар, бұл бүгін болған оқиға. Бұл Түркістан қаласындағы Нәзір Төреқұлов мешітінің маңайында 23 мектептің жақын жерде орналасқан үлкен Құдас Жүнісбеков және Дәулет көшесінің қиылысы. Бұл көшеде сол көшенің тұрғындары, сол өлкенің тұрғындары әбден білет. Бұл жол бойында бір емес бірнеше рет жол көлік оқиғасы тіркелген. Бүгін міне өздеріңіз көріп отқандай тағы да бүгін бір жол көлік оқиғасы тіркеліп жатыр. Мен бұл видеомды Түркістан қаласы Нұрбол Тұрашбеков мырзаға және облыс әкімі Дархан Сатыбалды мырзаға жолдайын деп жатырмын. Бұл жолдаудың да өзіндік себебі бар. Мына көріп отқандарыңызда екі көшенің қиылысындағы жол көлік оқиғасы. Бұл көше әрине қаламызға маңызы бар көшелердің бірі. Сіздерден сұрайтынымыз, өздеріңізге белгілі, әрбір қазақстандықтың, отандасымыздың, қандастарымыздың, олардың тұрмыс тіршіліктері бізге өте маңызды. Сондықтан қала әкімі, облыс әкімі осы көшенің қиылысында қазіргі таңда бағдаршамды қажет етіп тұрған бір маңызы бар көшелердің бірі десек те жарасады. Әрине бюджетте қаржы жетіңкірамай жатқан жағдай болатын болса, ең кемінде осы көшенің қиылысына жылдамдық соққысы керек екендігін ескертейін деген едім. Бұл жылдамдық соққысы дегеніміз түсінбеген адамдар болса, лежащий полицейский деп айтылады. Орысшалап қазақшасы жылдамдық соққысы. Я көрермендер, осы көшенің қиылысында тұратын ағайындар және сол өлкеде өмір сүретін қала тұрғындары бұл жағдайды өте қанық біледі. Сондықтан сол көшенің тұрғындары ретінде менің де тұрғылықты жерім сол көшенің айналасы болғандықтан осы мәселені тілге тиек етіп отырмын ағайындар. Я, бұл көшенің қиылысына тиісті шараларыңызды қолданбасаңыздар, бұл алдағы уақытта тағы да бір осындай келеңсіз әрекетке душар болатын бір қиылыстың бірі болып табылады. Сіздерден сұранатынмын, қала әкімі, облыс әкімі, халықтың сұрауы бойынша, сол көшелердің, тұрғындардың сұрауы бойынша осы көшеге бір әкімшілік тарапынан бір тиісті шара қолданыңыздар. Рахмет көрермендер, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Лайк басып жатсаңыздар қаралымы көп болады және сол тиісті органдардың құлағына жетеді деген бір үмітім бар. Не көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.